Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбекқызы. Ауыл шаруашылығын дамытуға бөлінген 120 миллиард теңге инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға серпін береді. Қазагро ұлттық басқарушы холдингі акционерлік қоғамы басқарма басшысының міндетін атқарушы Дәурен Мақажанов журналистермен өткен брифингтен айтулы қаражаттың қайда жұмсалғанын баяндады. Бұл қаржы ұлттық қордан 15 жылға 14 бағыт бойынша жобаларды жүзеге асыру үшін бөлінгенді. 120 миллиард толық игеріліп, жаңа өндірістерді құруға, кәсіпорындарды жаңғыртуға, еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған. 96 гектарлық қазіргі заманғы жылыжай кешендері іске қосылмақ. Бұл жылыжай кешендерінде өндірістің жалпы көлемі 51.400 тонна қызанақ пен қиярды құрайды. Мақажановтың айтуынша 4800 гектар аумаққа тамшымен суару технологиялары енгізілді. Бұл тұрғыда өнім шығымдылығы артады және су үнемделеді. Сонымен қатар 109 мың тонна сүт өнімдері өндірісіне арналған ірі сүт фермалары желісі ашылды. 80 мың тонна ет өнімдері мүмкіндік беретін құс фабрикалардың желісі салынды. Астық қоймаларының құрылысын салу да қолға алынған. Бидай сақтайтын қоймалардың көлемі 762 мың тоннаға артты. Ал салынған көкөніс сақтайтын қоймаларының көлемі 123 мың 800 тоннаны құрады. Осылайша Қазагро ауыл шаруашылық саласын дамытудағы қолға алған істер аясында жұмыс орындары да пайда болуда дейді. Осы инвест жоба арқасында 8 мың астам жаңа жұмыс орындары құрылатын болады. 219 инвест жобаның ішінен 160 инвестициялық жоба іске қосылып, 5,5 мыңнан астам жұмыс орындары құрылды. Келесі жобалық қуаттылықтар бойынша айта кетсек, 30 мың тонна қызанақ пен қияр, 72 мың тонна көкөніс өндіретін, 4120 гектарға суару жүйесімен, 110 мың тонна сүт өнімдері, 55 мың тонна құс еті, тағы да басқа. 9 мамыр ұлы жеңіс мерекесін кең көлемде атап өту өзге мемлекеттермен қатар елімізде қалыс қалып жатқан жоқ. Атаулы мереке құрметіне мектеп оқушылары мен түрлі ауқымды өнер орталықтарды, түрлі шаралар қатарын ұйымдастырып жатқаны көпшілікке аян. Бизнес IQ оқу орталығы да қалыс қалмай барлық қала мектептері оқушыларының арасында көз жаспен келген мереке атты байқау өткізді. Білімділер сайысына ағылшын тілін жетік білетін балғындар мен жасөспірімдер орталық ұсынған бірнеше кезеңдерді өткерулері керек болатын. Сыннан кім үздік деп танылды? Ақбота Болатқызы біліп қайтты. Қаламыздағы бизнес IQ оқу орталығы елімізге маңызды деп танылған шаралар қатарын атап өтуді дәстүрге айналдырғаны қашан. Биылғы жылы да еліміз үшін маңызды жыл болмақ деп атап өткен орталық басшысы Айгүл Қазмағамбетова жас ұрпақ қашанда өз тарихын білуі тиіс деген мақсатпен жас өрендер арасында көз жаспен келген мереке атты ағылшын тілінен байқау жариялады. Шара аясы ұлы жеңістің 70 жылдығына арналып отыр. Содержание самое главное, чтобы дети писали. Сайыс талабы оңай емес. Бұл байқауға қала мектептерінің барлық оқушылар қатысуда. Бірінші кезеңде балғындар көз жаспен келген мереке тақырыбында ағылшын тілінен шығарма жазса, ал қалған кезеңдерде тестілеу, әңгімелесу сынды сынақтардан өтуде. Іріктеліп алынған оқушылардың саны 50-ге жуық. Білімділер сайысы бірнеше кезеңнен тұрды. Жарысқа қатысуға ниет танытқан мектеп оқушылары әуелі Ұлы Отан соғыс жылдарында ерліктің өшпес үлгісін көрсеткен майдангерлер туралы ағылшын тілінде шығарма жазып, екінші кезеңге жолдама алды. Шығарма жазу оңай іс емес. Өйткені байқау төрешілері шығарманың шынайылығы мен сауатты жазылуына баса назар аударып отыр. Бірінші кезеңнен 50-ге жуық өрендер өткенін айта кеткен жөн. Әрмен қарай қатысушылар аталмыш тіл бойынша тестілеу мен әңгімелесу өтулер шарт. Жеңімпаз болып, дарынды балаларға арналған мамандандырылған нөмірі 8-ші облыстық мектеп оқушысы Карим Мырзашев атанды. Я учусь Байқау оңай болған жоқ. Шыны керек бас жүлде аламын деп ойлағанда емеспін. Барлық құрдастарыма ағылшын тілін оқысын, үйренсін деймін. Бизнес IQ оқу орталығы заманауи талапқа сай меңгеру талап етілетін тілдерді лексикалық және грамматикалық жағынан терең меңгерту жолында талмай жұмыс жасап келеді. Мұндай дарынды балалар әлі де көбейе түсері хақ. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сүйінбеев, Александр Грабрев, ТТК Қырека телеарнасы.
Батыс Қазақстан облысында 2015 жыл басталғалы 5 бүлдіршін жазатайым жайттан көз жұмған. Бұл жөнде дәрігерлер мәлімдеп отыр. Ал өткен жылы 19 бала осындай қайғылы жайттың құрбаны болғанмен ескерсек, аймақта балалардың денсаулығына келер қауіптің азаймай отырғанын анық байқаймыз. Биылғы жыл басталғалы облыстық көпбейінді балалар ауруханасына 1700-ден астам бала түрлі дене жарақатпен жеткізіліп, ем қабылдаған. Олардың басым бөлігінің зардап шегуіне ата-аналардың есін білмейтін баланы қараусыз қалдыруы себепші болып отырған көрінеді. Сондықтан ақ халаттылар осындай әке-шешелерге жаза қолданып, балалар өмірін сақтап қалуға тырысу керек деп дабыл қағуда. Травмы верхних конечностей, переломы, ушибы. Көбіне балалар ойнап жүріп қолдарын сындырып алады. Сондай-ақ күйік шалу, улану, тамақ, демалу жолдарының зақымдануы жиі кездеседі. Жаз мезгілі жақындап күн жылынысымен балалардың жарақаты мүлдем артып кетті. Күніне 40-50 баланы қабылдап, ем тағайындаймыз. Бүгін Батыс Қазақстан облысы тарихи өлкетану мұражайында ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойына орай ерлік пен жеңіс атты көрменің ашылуы мен тарихи тағылымда шара өтті. Соғыс кезінде сарбаздардың қолданған қару-жарақтары мен түрлі жәдігерлер халық назарына ұсынылған көрмеге Ұлы Отан соғысы мен тыл ардагерлері Әже Сәлемі бірлестігінің мүшелері қатысқан болатын. Толығырақ тілші бейнематериалында. Ұлы Отан соғысының қаза тапқан боздақтардың рухына бас иіп, соғыстың алғашқы шеппеттерінде қайсарлықпен шайқас жүргізіп, ерліктің сан үлгісін көрсеткен ардагерлерді ардақтау өскелең ұрпақтың парызы екені сөзсіз. Ресми мәліметтерге сүйенетін болсақ, осынау сұрапыл соғысқа Жайық өңірінен 70 мыңнан астам боздақтар аттанған болатын. Бұл хатта батырлардың, яғни ерлік істері суреттелген, баяндалған, 3 мыңға жуық жауынгерлер қол қойған екен. Оның ішінде Кеңес одағының батыры Темір Масиннің, халық қаһарманы Хиуаз Доспановның қолдары да осы хатта қойылған. Бұл жаңағы соғыс кезінде армияға басшылық жасаған Рокоссовскийдің жаңа қазақ халқына, қазақ еліне, сол кісінің қармағында болған жауынгерлердің ерлік істері баяндалған бұл хатта, яғни жазылған. Көрмеге қойылған жәдігерлердің арасында ерлік көрсетіп, отан үшін жан пида болған ардагерлеріміздің медальдары, сол жылдары қолданылған тұрмыстық құралдары қойылған. Тіптен олардың кейбіреулері әлі күнге дейін жұмыс істейтініне көзіміз жетті. Ардагерлеріміздің көбінің көзі жоқ болғанымен бүгінгі танымдық шараға олардың жақын туыстары және өмірлік серіктері келіп, олардың жасаған еңбектерін еске алып жатты. Қартымның 1-ші Украинский фронтта, 2-ші Украинский фронтта соғысқа қатысып, 1943 жылы тракторист болып, сонан кейін 17 жасында армияға шақырылып, Чехословакия тұсынан тіке барып соғысқа түскен. Оны да қазір айту керек. Енді мен айтайын деп қарам. Сол артиллерист болып, артиллерияны сол көздеуші болып, атқыш болып, 2 самолет түсіріп, 2 дүркін алған, біреуі за отвагу, біреуі за боевые заслуги деген медалы бар. Көрменің ашылу соңында мұражай қызметкерлері келген қонақтардың құрметіне мерекелік концерт ұсынып, ұлы 70 жылдық мерейтойды кең көлемде ұлықтады. Саид Басар, Алтынбек Майкен, Рустам Чумаш, ТДК 42 телеарнасы. Тақырыпты жалғастырсақ, облысымыз бойынша барлық құзырлы мекеме 7 мамыр отан қорғаушылар күні мен 9 мамыр ұлы жеңістің 70 жылдық мерейтойын атап өтуге өз үлестерін қосуда. Сондай шаралардың бірі бүгін 72 түзету мекемесінде өткен болатын. Әділет департаменті қызметкерлері жеңіс алаңына гүл шоқтарын қойып, қаза болған боздақтарды 1 минут үнсіздікпен еске алды. Осыдан 70 жыл бұрын бұл күні адамзат тарихындағы ең сұрапыл жойқын соғыс Ұлы Отан соғысы аяқталды. Екінші дүниежүзілік соғысқа сол кездегі әлемнің дербес 60-тан астам елі қатысқан болатын. Соның ішінде қазақ елінен шыққан батыр аталарымыздың жасаған ерліктерінің орны бөлек екені ақиқат. Жеңіс күні енді бұл ұлы той ғой. Бұл жеңісті 1418 күн өткен соғысқа бұл отанды босату үшін, отанды қорғау үшін жанын пида еткен 27 миллион совет халқы.
Жалпы бұл соғыста эксперттердің айтуынша 52 миллион адам қаза болыпты. Бүгінде жеңіс күні мерекесі адамдардың ұлтына, дініне, тілі мен мәдениетіне қарамастан ортақ қуаныш күні. Бұл қастерлі мейрамның мән мағынасы уақыт өткен сайын еш өшпек емес. Себебі оның құндылығы ғасырлар бойы жаңа жас буын ұрпаққа өсиет барлық жақсылық жеңген ұлы күн. Сондықтан да ардагерлеріміздің алдында басымызды иіп, ұрпақтарына сыйлаған бейбітшілік өмір үшін парыз етуіміз тиіс. Бүгінгі шара деген ұлы жеңісіміздің 70 жылдығына арналған ардагерлеріміз бар, соғысқа қатысқан. Соның ішінде еңбек ардагерлері бар. Соған сол кісілерді осы ұлы жеңістің қосқан үлестері, бұл ұлы жеңіс Қазақстан тарихында үлкен орын алады. Қазір сол жеңістің арқасында біздер осындай бейбітшілік өмір сүріп жатыр. Алдағы уақытта енді аспандар ашық, елімізде тыныштық болсын дегім келеді. Айтып кетейік, салтанатты шара кезінде бүгін Ұлы Отан соғысының ардагері Тұрар Шангерейұлы Дауыловтың өмірден озғандығы жөнінде хабар келді. Ардагердің жаны жанатта болсын. Саид Басар, Алтынбек Майкенов, Рустам Жұмаш, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандықпен көріскенше.